Баршаңызға қайырлы күн. Палауларыңыз езіліп, жақсы шықпайтын болса, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте керемет, езілмейтін болып шығады. Шашырап тұратын палауды жасайтын боламыз. Барлығы мақтап жейтін дәмді палауды бірге жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Қазанымызды отымызға қоямыз. Қыздырғаннан соң 2 ожау сұйық майды құямыз. Және де майымызды қыздырамыз. Мінекей бізде етімізді дайындап аламыз. Және де 2 дана үлкен сәбіз, және де 2 дана үлкен пияз қажет болады. Пияздарымызды ұсақтап турап аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген пайдалы оңай рецепттерді таба аласыздар. Және де қоңырауша белгісін басып, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Барлығында осылай жіңішке етіп ұсақтап турап аламыз. Ал енді сәбіздерімізді тураймыз. Ортасынан бөліп, үлкен бөліктерге бөліп, осындай ұзынша етіп турап аламыз. Сіздер қандай әдіс бойынша жасайсыздар, оны да жаза кетіңіздер. Ал енді қызып тұрған майымызға етімізді қуырып аламыз. Келесі бетіне аударып, қызартып қуырамыз. Артынша турап алған пияздарымызды салып аламыз. Пиязымызды қызарғанша осылай қуыратын боламыз. Тағамымыздың түсі әдемі шығу үшін, осы күрішіміз сарғайып тұру үшін пиязымызды қызартып қуырып алуымыз қажет. Осылай әдемілеп қуырамыз. Келесі кезекте сәбізімізді қуырамыз. Салған кезде осылай біркелкі болғанша араластырып аламыз. Және де дәміне қарай ас тұзын қосамыз. Сәбізді көп қуырмаймыз, осылай 1-2 рет қана араластырып қуырамыз. Ал енді үстінен суымызды құямыз. Қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз. Бізде қайнап шықты. Ал енді отымызды баяу етіп, қақпағын кішкене ашық етіп, қайнататын боламыз. Етіміз пісейін дегенше күрішімізді ыдысымызға салып аламыз. Күрішті жылы суға жібітіп аламын. Осылай күрішімізді жауып тұрғанша суымызды құямыз.
күрішті осылай жібітіп аламыз. Кішкене суы тартылып осылай күрішіміз ағарғаннан соң суымызды төгіп тастаймыз. Және де 2-3 қайтара жуып аламыз. Отты жоғары қойып, күрішімізді салып шығамыз. Және де үстінен осылай тегістеп аламыз. Суы тартылғанша осылай отын жоғары кезінде ұстаймыз. Бізде суы тартылып шықты, ал енді күрішімізді ортаға жинақтап аламыз. Суы осылай толықтай тартылып шығады. Күріштерімізді ортаға жинақтап аламыз. Ал енді оқтаудың ұшымен осылай ортасынан шет-шетінен тесіктерін жасап, ішін ауасын шығарамыз осылай. Он 15 минутқа бетін жауып қоямын. Отты баяулатамыз. Ал енді тағы да қақпағын бір ашып, күрішімізді бір араластырып жіберемін. Барлық күріштері толықтай пісіп шығу үшін осылай бір араластырып, жаңағыдай оқтауымызбен тесіктерін жасап, ашып аламыз. Ал енді баяу отта піскенше күтеміз. Неке біздің дәмді палауымыз пісіп шықты. Баршаңызға ас болсын. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.